Ал достар, ары қарай екінші бөлімді бастаймыз. Екінші бөлімде мен осындай биіктікте міне тоқыдым. Енді ары қарай жалғастырамыз. Достар, неге ары қарай біз тоқуды жалғастырамыз. Мына жерде мен айтып өттім, бағанағыдай, егерде бір петляны қалдырып отырған, тоқып келе жатып, екінші аяқ киіммен, оң жақ аяқ киіммен сәйкес келмей қалып жатса, біз аламыз да осы жерде бір петля қалдырып жүрдік қой, сол петляны қалдырмай дәл жанынан тоқимыз. Мысалы, бір аяқ киімде 12 ряд тоқыдыңыз, оң жақ аяқ киімде, ол аяқ киімді сіз кішкене қысып тоқыдыңыз, Ал келесі аяқ киімді, екінші аяқ киімді сыңарын тоқыған кезде, біз аламыз да кішкене бостау тоқимыз. Бостау тоқыған кезде бізде петля саны, ряд саны азайып қалуы мүмкін. 11 ряд болуы мүмкін. Қажетті жерге жетеміз, бірақ 11 ряд болуы мүмкін. Сол себепті осы жерде мұқият болыңыздар, осындай петля қалдыратын жерде. Достар, мінекей, әрі қарай біз мына жерден бір петля іліп алдық. Әрі қарай біз уже аяқ киімге әдемілік беріп тұру үшін осы жерде столбик с накидом әрбір петляға тоқып шығамыз. Бір ряд столбик с накидом әрбір петляға тоқып шығамыз. Қарап отырғаныңыздардай, міне бір накид жасадым, 2 рет өткіздім, столбик с накидом жасап жатырмын. Бұл менде уже узор біткеннен кейінгі шетін әрлеу болып аталады. Шетін әрлеу болып аталады. Осылайынан арғы бетіне дейін осылай тоқып шығамыз. Достар, және де менің каналыма жазылып, каналыма көптен бері видео салмаған болатынмын, себебі телефоным дұрыс болмағандықтан. Қазір мен осы аяқ киімді тоқыдым, кедейді тоқыдым, және де тағы басқа аяқ киімдерді көргілеріңіз келетін болса, комментарияға қалдырып кетіңіздер, қандай аяқ киім тоқығанымды қалайсыздар. Сіздерге тапсырма болсын. Мен бұл аяқ киімді полиэфирный шнурдан тоқып жатқанымды естеріңізге сала кетейін.
Достар, мінекей, мына жерде мен тоқып отырып видеоға түспей қалыпты. Кешірім өтінем. Мына жерде мен маркердағы жіпті іліп, маркерді алып тастап, соны тоқып өтіп жатырмын столбик снайкидан. Ары қарай біз маркерсіз жалғастырамыз. Біз ары қарай мына жаңағы тоқыған өкшені айналдырып келесі бетіне дейін тоқимыз. Ары қарай жаңағы маркердан кейін столбик снайкидан тоқымаймыз, уже столбик без накида тоқимыз. Мінекей осындай столбик снайкидан тоқып алдық қой. Енді біздің аяқ киіміміздің формасы келе жатыр. Енді ары қарай жалғастырған кезде әрбір петляға столбик без накида тоқимыз. Осылай столбик без накидамен айналып отырып, келесі бетіне дейін тоқимыз. Жалпы аяқ киім тоқыған кезде ешқандай қиындығы жоқ. Тек осы аяқ киімде менің қолданғаным столбик без накида тоқим әрдайым, және осы басын үстіңгі қабатын тоқыған кезде әдемілік үшін столбик снайкидан қолданған болатынмын. Мінекей, дәл осылай ары қарай келесі бетіне дейін столбик без накида тоқимыз. Және де ар жағында тұрған жіпті осы тоқып келе жатып арасына тоқып жібереміз. Мінекей, мен осы рядты осылай айналып шығам. Столбик без накида айналамыз, және де жаңағы алдымыздағы маркерді өтіп, маркердің орнынан ары қарай тоқып өтеміз де соңына дейін тоқимыз. Сосын ары қарай столбик без накида тағы да айналамыз. Дәл осы рядты қайтадан айналатын боламыз. Маркерді өтіп, столбик без накида тоқып жатырмын. Кішкене көрінбей қалса айып етпеңіздер. Жіп қалың болғандықтан кішкене ыңғайсыздық тудырады. Не маркердің ілініп тұрған петляны тоқып отырмын. Столбик без накидамен тоқимыз. Және де осы шығып тұрған жіпті осы жерге арнайы тоқып жіберетін боламыз. Арасына тоқып жібереміз.
Неге мен қажетті жерге дейін тоқыдым. Енді мына мен бір өлшеп көріп аламыз. Содан кейін әрі қарай тағы да осы жерден тағы бір ар жағынан бастап қайтадан тағы бір қайталап шығамыз қазір. Осы жерде маркер іліп қоямыз да, осы жерден тоқтатып қоямыз. Содан кейін жіпті тағы да осылай. Жіпті тағы да осы өкшенің бойымен теңестіреміз де, арғы бетінен бастап қайтадан столбик без накидамен тоқып шығамыз. Қайтадан маркерға дейін тоқимыз. Сонда бізде осы жерде 2 ряд тоқылып жатыр деген сөз. Не, осы жерден қайтадан столбик без накида бастаймыз. Мынау бірінші петля. Жіпті тепе-тең қылдырып теңестіреміз. Қыспаймыз, тартпаймыз, не бос қылмаймыз. Егерде бос қылатын болсаңыздар, білесіздер, аяқ киімдеріңіз кең болып кетеді. Егерде қысатып болсаңыздар, аяқтарыңыз батпай қалады. Біз уже аяқтау шегіне келдік. Мінекей осыны әрі қарай соңғы маркерға дейін тоқып шығамыз. Мінекей мен маркерға дейін жеттім. Маркердің петлясын тоқимын да, әрі қарай столбик без накида жаңағы аяқ киімнің үстіңгі жағын айналып өтемін. Біз уже міне 2-ші ряд өкшеден тоқып өттік. Енді маркерді алып тастаймыз да. Осы петляны тоқимыз. Бұл қалың жіп болғандықтан кішкене ыңғайсыздық тудырады да. Сол кезде камерадан алыстап кетіп жатырмын. Кешірім өтінем ол үшін. Мына жерде әрі қарай біз мына үстіңгі жағын, алдыңғы үстіңгі жағын столбик без накидамен тоқимыз. Теңестірген кезде осылай теңгеріп тұр. Осыдан әрі қарай столбик без накида бастаймыз. Осы беттен арғы бетіне дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл соңғы завершающий этап деп айтамыз.
мына жерде міне соңында завершающий этап деп айтамыз, иә. Осы жерден біз соединительный петля жасап өттік. Соединительный петлядан кейін столбик без накидамен осылай айналып отырып арғы бетіне дейін тоқимыз да жібімізді қиып, жаңағы жібімізді жасырамыз. Жібімізді үстіңгі неге инемен өткізіп жасыруға болады. Өз қалауларыңызша жасырастар, мейлінше ұзындау жіп алған дұрыс, себебі және де жіптің шетін күйдіруді ұмытпаңыздар. Жіптің шетін күйдірмесе, ол жіп сөгіле береді. Бұл жіп міндетті түрде күйдіру керек. Достар, міне столбик без накидамен тоқып шықтым. Ана жағынан бастап мына бетіне дейін тоқыдым. Міне жіпті қиып алып, күйдіріп, осылайынан күйдіресіздер міндетті түрде. Содан кейін жіпті инеге өткізіп, мына тоқыған үстіңгі қабатын осылай мінекей осылай сөгілетінін көрсетейін. Екінші ұшын жіптің бізге керекті ұшын мен күйдірген болатынмын. Қазір осы жерден бастап жіпті шығарамыз. Жіпті шығарамыз да инеге өткізіп алып, инемен жасыратын боламыз. Осымен достар, менің сабағым аяқталды. Ары қарай сұрақтарыңыз болып жатса, маған комментарийға жазыңыздар, иә. Сіздерге көмектесуге дайынмын, және де осындай жіпті қай жерден алам, осындай табанды қай жерден алам деген сұрақтарыңыз болатын болса, Инстаграмда Алтын қол деген дүкен бар. Прям жазасыздар, Алтын қол дүкені деп жазасыздар. Сол кезде осындай табандарды сол жерден алуға болады. Және де осындай полиэфирный шнурды 3 миллиметрлік, не болмаса 2 миллиметрлік өз қалауларыңыз бойынша, не болмаса дәл осындай кедейді жаңағы жібек жіппен де тоқуға болады. Сол себепті жібек жіп қажет болатын болса, жаңағы Алтын қол дүкенінен ала аласыздар. Ал егер де осындай полиэфирный шнур керек болатын болса, онда сіз жаңағы неден аласыздар. Любой магазиннен, жіп сататын магазиннен аласыздар. Және достар, менің каналыма жазылып, комментарий жазып, қолдай отырыңыздар. Өте қуаныштымын. Осындай сабақ түсіре алғаныма назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Сау болыңыздар.